Мағжан Жұмабаев атамыздың 30 өлеңі жатқа білемін. Соның ішінен мен кім атты өлеңін қабыл алыңыздар. Арыстанмын, айып атыма кім шыдар? Жолбарыспын, маған қарсы кім тұрар? Көкте бұлт, жерде желмін көлеген, жер еркесі, желдің жөні кім сұрар? Көкте күнмін, көкке нұры шашамын, көңілге алсам, қазір ғарышқа асамын. Шеті түбі жоқ теңізбі қара көк, еркемін толқап шалқып тасам. Жалынмын мен, келме жақын жанарсың, тұлпармын мен, шаң мермей қаларсың. Күл болсын көк, жемілсін жер уайым жоқ, көз қырымен күліп қана қаранымын. Мен өлмеймін, менікі де өлмейді, надан адам өлім жоғын білмейді. Өзім патша, өзім қазы, өзім би, қандай ес не қылдың деп тергейді. Мейілленсем сегіз жұма қолымда, қаһарлансам тамұқтаяр жолымда. Жоқ жақыным, жасағандай жалғызбын, мен мейлі әлсіз адам ұлына. Өзім тәңірі, табынамын өзіме, сөзім құран, бағынамын сөзіме. Бұзушы да, түзеуші де өзімнің, ендескілік келер өлер жүзіне.